Сәлем оқырман, мына жағдайға не айтар едіңіз? Әйелім нағыз сұржылан болып шықты. Төреғали ажырасып кетіпті дегенге алғашында сенбеген едім. Өйткені 2 баласы бар, тату-тәтті отбасы еді. Төкеңнің өзі де, әйелі Маржан да сыйласымға жақсы жандар. Аға деп сызылып тұрады. Негізі Төкеңдей құдайы көршім болғанына разы едім. Амал қанша, олардың ажырасқаны рас болып шықты. Шымқала ысып кеткен соң отбасымды алып, Бурабайға 1 апта демалып келіп едім. Алдымнан осындай өсек шықты. Жалпы, жақсылықтан бұрын жамандықты алдымен дуылдата айтатын халықпыз ғой. Үйге келіп, шешініп, шайға отырғанымыз сол еді. Көршілеріміз бірінен кейін бірі сәлем берген болып келіп, Төкеңнің ажырасқанын сүйінші сұрағанындай қылып жар салды. Сенгім келмеген, бірақ ақиқаты сол екен. Арада 1 күн өткен соң Төкеңнің өзі келді. Алдымен Бурабай қалай екен, қалай демалдыңыздар деп менімен қал жағдай сұрасқаннан кейін жағдайды естіп жатқанын шығарсыздар. Солай болып қалды деп күрсініп төмен қарады. Естуін естідік қой, бірақ өз аузыңнан естіген басқаша шығар. Не боп қалды? Өзгеге үлгі болатындай отбасы едіңдер ғой, дедім мен. Әйелім бажамның ашынасы болып шықты. Әйел деген қойныңда жатқан сұржылан, байқамасаң шағып алады деп бекер айтпайды екен. Әйелім нағыз сұржыланның өзі болып шықты, деп әңгімесін бастады Төкең. Әйелім бажамның ашынасы болып шықты. Үстінен түстім, ұстап алдым. Жағдай осы. Ондай әйелмен қалай өмір сүруге болады? Сіңілісі үйленіп, тойға барып келген соң, әйелім кәдімгідей өзгере бастады. Сіңілісінің күйеуі, яғни менің бажам жайлы жиі айтатынын шығарды. Қандай көрікті жігіт, қандай іскер, сіңлімнің бағы бар деген сияқты әңгімелерді жиі айтып отыратын болды. Бажам Қызылорданың тумасы, Шымқаламен 2 орта алыс емес. Әйелім сіңлім айтып қалыпты, сіңлім бүйтіп қалыпты деп Қызылордаға жиі баратын болды. Одан көңіліме ешқандай күдік келген жоқ. Сөйтіп жүріп тұрып жаттық. Бажам да түрлі сылтау айтып, Шымкентке жиі келгіштеп бастады. Кейде үйге қонып, апталап жатып қалады. Тірлік жасап жатқан бала ғой деп ішімнен ойлап қоямын. Бажам келген кезде әйелім гүл жайнап кетеді. Маған пісірмейтін тамағын пісіріп, ішіп отыр, алып отыр деп ішіне түсіп кете жаздайды. Бажамды әйелім қатты сыйлайды деп мен ішімнен риза болып жүретінмін. Сөйтсем ойлары басқа екен ғой. Мен жұмыстың адамымын. Таңертең келіп, кешке келемін. Келсем, бажам керіліп диванда теледидар көріп отырады. Әйелім айнал соқтап, соның жанында жүреді. Bir күні күннің ыстығы өтіп кетті ме, басым ауырып қоймаған соң, жұмыстан сұранып түскі уақытында үйге қайттым. 2 балам жазғы лагерде. Үйде бажам мен әйелім қалған. Үйге келіп, есікті тартсам, жабық тұр. Әйелім бір жаққа, бажам болса өз тірлігімен кеткен болды ғой деген ойда есікті өз кілтіммен ақырын ашып үйге кіргенім сол еді. Жатын бөлме жақтан бір қарбалас басталып кетті. Аяғымды шешпестен жатын бөлмеге ұмтылдым. Көзім шыға жаздады. Тыржалаңаш әйелім қалатын үстіне кие алмай әлек.
ал бажам сейсепті беліне орап төсектен тұрып келе жатыр. Шамасы екеу де аяқ асты, мен келеді деп ойламаса керек. Осылайша әйелім мен бажамды төсекте жатқан жерлерінен ұстадым. Мұндай опасыздық бола ма? Бажа емес арамса екенсің. Ақ төсегімді ойрандадың, қатынымда арбап, астыңа салдың, деп бетіне түкіріп, тыр жалаңаш қалпында тепкілеп үйден қуып шықтым. Салдақы, осы екен ғой сенің Қызылордаға жиі барғыштап кеткенің. Көтіңі әбден қышыған екен, жөзекше. Ана ер жетіп қалған екі балаңнан ұялсаң етті. Енді туғандарыңның, ана сіңліңнің бетіне қалай қарайсың? Деп бір ұрып, құлатып, тұншықтырып өлтіргелі жатыр едім. Айқай шуды естіген көршілер жүгіріп келіп ажыратты. Әйтпегенде ақ төсегімді арамдаған әйелімді расында өлтіріп тастайтын едім. Менде кінә жоқ. Ана бажаң мені арбап, алдап астына салған. Басымды дуалап тастады ма білмеймін. Оның айтқанына көніп, дегенін істей беретін күйге түстім ғой. Оның ойнасы болып қалғанымды да білмей қалдым. Енді оны үйге жолатпа, кешір мені, Төлеш, кешір деп жылап әйелім аяғыма оралды. Бірақ кешіре алмадым. Бәлкім бөтен бір еркекпен жатып ұсталса, бір сәттік сезімнің құрбаны болған шығар деп кешірер едім. Бірақ бұл менің бажамның ашынасына айналып тұр ғой. Қалай кешірем? Ал бажам болса, үйге келіп, араласып, дәм татып тұрып осындай опасыздық жасап отыр. Ол екеуін кешіруге бола ма? Әлде жоқ па? Екі балам да әкеммен қаламыз деді. Әйелімді қуып жібердім. Жүрсін енді қара бет болып. Жаным деген, адал жарым деген әйелімнің істегені мынау. Екі аяқты да бажа тату деп жатушы еді. Сөйткен бажамның жасағаны анау. Енді кімге сенерімді білмей қалдым. Жағдай осындай аға, деп әңгімесін аяқтады Төкең. Мен үндемедім. Тек Төкеңнің айтқанын жөн деп қостай бердім. Сіз не дейсіз, оқырмандарым? Әйелдікі түсінікті, жылы сөзбен арбалып түсіп қалған шығар. Ал бажаның иттік жасаған дұрыс па? Қалай ойлайсыз? Ойыңызбен бөлісе кетіңіз.